7-ші дәріс сөз жасамның аналитикалық тәсілі. Мұнда қарастырылатын мәселелер сөз жасамның аналитикалық тәсілі туралы жалпы түсінік, қос сөздер, сөздердің қысқару арқылы жасалуы, бірігу арқылы жасалған сөздер, тіркесу арқылы жасалған сөздер. Қазақ тіл білімінің сөз жасам саласындағы негізгі тәсілдер синтетикалық тәсіл, аналитикалық тәсіл және лексика-семантикалық тәсіл екені белгілі. Сөз жасамның аналитикалық тәсілі деп сөздердің күрделену жолымен жасалған сөздерді айтамыз. Яғни сөздердің бірігуі, қосарлануы, тіркесуі, қысқаруы арқылы жасалған сөздер. Біздің тіліміз жалғамалы тіл болғанымен аналитизм құбылысы, яғни күрделілік көне түркіден бері келе жатқан тәсілдің бірінен саналады. Бұл туралы алғашқы мәліметтерді Махмұд Қашқаридің Дивани лұғат ат-Тұрқ сөздігінен де кездестіруге болады. Демек, аналитикалық тәсілде екі я одан да көп сөздерден бір лексикалық мағыналы сөздің жасалуын айтамыз. Мысалы, екібастұз, ой толғау, нұр дәулет, 18, келік кет тағы басқа. Аналитикалық тәсіл негізінен біздің тілімізде өнімсіз тәсіл деп есептелгенімен, бұл тәсіл көне түркіден келе жатқан негізгі тәсілдердің біреуі деуге болады. Жалпы алғанда аналитикалық тәсілдің жолдары сөз жасамда былайша көрсетіліп жүр. Сөз қосу. Бұл сөздердің бірігу арқылы жасалуы. Қосарлау, тіркесу, қысқару тәсілдері арқылы жасалады. Бұлардың қай-қайсысы болса да қазақ тілінде көп кездесетін өнімді тәсілдер. Осы аналитикалық тәсілдің осындай жолдары арқылы тілімізде біріккен сөздер, қос сөздер, тіркесіз сөздер, қысқарған сөздер жасалады. Қосарлау тәсілі. Қосарлау арқылы тілімізде қос сөздердің жасалатыны белгілі. Қос сөздердің жалпы алғанда екі түрі бар. Қайталама қос сөздер және қосарлама қос сөздер. Сөз жасамда бұл қос сөздердің екі түрінде бір қатарда қарастыруға болмайды. Мына мысалдарға қарасақ, бұлардың ішінде жаңа мағынаға ие болғандары да бар, түрлі грамматикалық мағына үстейтін қос сөздер де бар. Мысалы, қайталама қос сөздер. Қора-қора, төбе-төбе, лас-лас, тау-тау деген сияқты мысалды алсақ, бұл жерде ешқандай да жаңа мағына пайда болып тұрған жоқ. Яғни мысалға екі сөздің дәлме-дәл қайталану арқылы ол заттың көптігі көрініп тұр. Ал енді қайталама қос сөздердің мағынасы одан гөрі басқашалау. Мысалға, ата-ана, жақсы-жаман, 2-3 деген кезде қайталау арқылы жаңа бір жиынтық мағынадағы сөз жасалып тұр. Демек, қайталама қос сөздер мен қосарлама қос сөздердің семантикасы бірдей емес деген сөз. Бірі грамматикалық мағына беру үшін қолданылса, екіншісі лексикалық туынды ретінде қолданылады деген сөз. Келесі бір топ қос сөздер, мысалға, көйлек-көншек, ет-мет, шай-пай, ескі құсқы деген сияқты дыбыстық екінші сыңары дыбыстық өзгеріске түскен сөздерді де толық қос сөздер қатарына қосу даулы мәселе. Сондай-ақ күшейткіш буын арқылы жасалған қос сөздер тобы бар. Әп-әдемі, жап-жақсы, үп-үлкен. Бұлар шырай мәнін беретін қос сөздер жасалып тұрғандықтан, күшейткіш буындар арқылы жасалған грамматикалық тұлғаның мағынасын беріп тұрғандықтан, бұларды да толыққанды туынды сөз деп айтуға мүлде болмайды. Сол сияқты қос сөздердің мағыналы, мағынасыз бөлшектермен келетін де түрлері бар. Оқта, санда, оқта, текте, зың-зия деген
Бұл қос сөздердің негізі мағынасыз бөлшектері тарихи тұрғыдан алғанда мағыналы тілдік бірліктерден құралған сөздер. Демек, қос сөздердің қосарлама түрлері сөз жасау нысаны болады да, қайталама қос сөздер сөз жасау нысаны бола алмайды. Қысқаруға келейік. Қысқару арқылы сөз жасау процесі қандай? Қысқарған сөздердің барлығын толыққанды сөз жасау нысаны деуге бола ма? Осыған байланысты осы мәселені зерттеген ғалым Нұржамал Оралбайдың мынандай пікірі бар. Жалпы қысқару құбылысы біздің тілімізге тән құбылыс емес. Бұл кейін пайда болған тілдік құбылыс. Нұржамал Оралбай бұны Октябрь революциясынан кейін пайда болған құбылыс деп көрсетеді. Қазан төңкерісінен кейін күрделі атаулар тілімізде көбейді, байыды, оған орыс тілінің ықпалы болды. Енді болды деген пікірмен мынандай мысалдарды ұсынады. Колхоз, совхоз, КПСС, МТС, партком, местком деген секілді сөздер осы қазан төңкерісінен кейін кеңінен пайда болған біздің лексикалық қабатымызды байытқан сөздер деп көрсетеді. Бұлардың ішінде мысалға алатын болсақ, КПСС, МТС деген, партком дегенде толық мәнді сөздерден олардың ешқандай да айырмашылығы жоқ. Жаңа сөз болу үшін бұл жерде қысқарудың нәтижесінде жаңа ұғым, жаңа атау пайда болу керек. Сол тұрғыдан алған кезде оларды да толыққанды қысқару арқылы жасалған жаңа сөздер деуге болмайды. Ал енді қандай сөздерді қысқарған сөздердің қатарына жатқызуға болады? Егер қысқару нәтижесінде жаңа атау, жаңа ұғым, жаңа бір номинация пайда болса, оны қысқаруға жаңа сөзге жатқызуға болады. Мысалға, ЗИЛ деген сөзді алатын болсақ, мәшиненің атауы қалай пайда болған? ЗИЛ атауы завод имени Лихачева деген заводтың атауынан пайда болған. Бұл атау қысқару арқылы мәшинеге жазылғандықтан бұл сөз қысқарған сөзі мәшиненің атауына айналып кетті. Біз ЗИЛ деген кезде заводты түсінбейміз, әрине бірінші кезекте біздің санамызда сол мәшина елестейді. Сондықтан бұны қысқарудың нәтижесінде жасалған жаңа сөз деп қабылдауға болады. Бірігу тәсілі. Бұл екі немесе үш түбірден біріккен сөздердің жаңа мағынаға ие болуы. Мысалы, асқазан, отағасы, басқұр, көлтышқан, көлбақа деген сияқты сөздерде екі түбірден біріктеліп жаңа атау пайда болып тұр. Мысалға, ас және қазан бір-бірімен мүлде байланысы жоқ сөздер бірігіп келіп, адамның дене мүшесінің атауы жасалып тұр. Демек, бұл жерде жаңа мағына, жаңа ұғым бар деген сөз. Келесі, тіркесу арқылы сөз жасау. Бұл да біздің тілімізде бұрыннан бар құбылыс деуге болады. Ертеден қолданылып келе жатқан екі немесе одан да көп сөздер тіркесіп, жаңа мағынаға ие болса, ол сөз жасау нысаны болып табылады. Бұл жердегі ерекшелік тіркесу арқылы жаңа сөздер, тіркесті сөздерді еркін сөз тіркестерінен ажырата білу керек. Тіркесу арқылы жасалған сөздерде екі-үш сөз тіркесіп келіп, бір атау мәніне ие болады. Мысалға, сары май, тоң май, жер май, малқора, атқора сияқты сөздердің жасалуынан осыны көруге болады. Ал енді еркін тіркесте ол бір атау ретінде ұғынылмайды. Одан кейін олардың сыңарларын ауыстырып, басқа сөзбенен ауыстырып қоя беруге болады. Ал тіркесті сөзде ондай ауысу, екінші сөзбен өзгерту деген болмайды. Осы жағынан ерекшеленеді. Жалпы алғанда күрделі сөздер, оның ішінде осы аналитикалық тәсілмен жасалған сөздер сөз жасауда біршама
зерттеуді күрделі сөздер мәселесін арнайы қарастырған балқия қасымның көптеген еңбектері бар. Күрделі сөздер, уәждеме және аталым деген еңбегінде осы мәселені жан-жақты қарастырып, осы күрделі сөздердің жасалуының уәждемелік негіздерін көрсетеді. Назарларыңызға